Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Ұлжан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге французша еттің рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл тағам менің ыстық тағамдардың ішіндегі ең сүйікті тағамдарымның бірі. Ал ендеше кеттік, бірге дайындайтын боламыз. Ең алдымен тартылған етіміз керек. Тартылған еттің үстіне осылай майдалап үкіштен сәбізімді өткізіп алдым. Дәміне қарай тұзымызды, бұрышымызды салдым. Мен кішкене пиязымызды майдалау етіп турап қостым. Сосын пиязымызды да дайындап, алдын ала дайындап турап алатын боламыз. Қызанақты қосатын боламыз. Қызанақты осылай дөңгелекше етіп, оны да турап аламыз. Картопымызды да осылай дөңгелекше етіп, жұқалау етіп турайтын боламыз. Картопымызға мен бұрышымызды, түрлі дәмдеушімізді қосып, араластырып, дайындап алатын боламыз. Сосын формамызға майымызды осылайынан жағып аламыз, асты жабысып қалмау үшін. Сосын картопымызды осылай шетінен орналастырып шығатын боламыз. Қатты қалың етіп орналастырмаңыздар. Барлығын орналастырып болған соң, оның үстінен осылайынан майонезімізді қосатын боламыз. Майонезімізді жағып шыққан соң, тартылған етті осылай әдемілеп орналастырып аламыз. Барлығын осылай орналастырып болған соң, пиязымызды, жаңағы туралған пиязымызды да осылай шетінен әдемілеп қойып шығатын боламыз. Бұның үстінен де кішкене майонезімізден де қосып аламыз. Майонезімізді осылай жағып шығып, оның үстінен жаңағы картопымыздың қалғанын тағы да орналастырып алатын боламыз. Барлық орналастырып шыққан соң, барлығының үстінен майонез қосып шығатын боламыз. Майонезімізді жағып алып, жаңағы туралған қызанағымызды да орналастырып алатын боламыз. Қызанақтың үстінен де жұқалау етіп, осылайынан сырымызды үкіштен өткізіп, салып шығып, осылай пешімізге жіберетін боламыз. 40-45 минутта пісіп шығады. Пісуіне 5-10 минут қалған уақытта тағы да үстінен сырымызды қосып жіберетін боламыз. Мен сыры көп болғанын қалаймын. Сіздер енді өз қалауларыңызға қоссаңыздар болады. Тағамымыз дайын. Үйдегі жандарға ұсынсаңыздар болады. Бұл тағам бір жасағаннан мінсіз болып шығатын, жасалу жолы оңай, тез дайын бола қалатын тағам түрі. Осы мен жасаған рецепт бойынша сіздерге де жасауларыңызға кеңес беремін.